Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, өте дәмді медовик дайындайтын боламыз. Ең алдымен балымызды баяу отқа құйып аламыз. Сосын үстіне жарты шай қасық сода қосып жақсылап араластырамыз. Бір-екі минут баяу отта араластырып болғаннан кейін үстінен сары май қоямыз. Сары майымызды жақсылап ерігенше араластырамыз. Сары майымыз еріп болғаннан кейін оны суытуға қойып қоямыз. Бөлме температурасындағы 4 жұмыртқаны алып, үстіне 1 стакан қант қосамыз. Шым-шым тұз қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. 5-7 минут арасында араластырып, осындай аппақ көбік күйге ауысқанға дейін жақсылап араластыратын боламыз. Дайындап қойған сұйықтығымызды араластыратын боламыз. Үстінен 1,5 стакан ұн салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Қамырымыздың консистенциясы осындай видеода көрсетілгендей болып шығуы қажет. Дайын болған қамырды табаға осылай 2-ге немесе 4-ге бөліп салсаңыздар болады. Мен 2-ге бөліп салдым. Себебі маған осылай ыңғайлы болды. Жұқалап осылай тегістеп болғаннан кейін 180 градусқа 5-7 минут арасында пісіріп аламыз. Дайын болған корждарымызды суытуға қойып қоямыз. Кремін дайындауға келетін болсақ, креміне 300 грамм 20% қаймақты қолдандым, және де 200 грамм сгущенное молоко қолдандым. Екеуін жақсылап араластырамыз. Суып дайын болып тұрған корждарымызды 2-ге бөліп, мен шет-шетін бөліп алдым қисық жерлерін, себебі ол маған қазір әсемдеуге қажет болады. Жаңағы шет-шетінен кесіп алған корждарымызды осылай блендердің көмегімен ұсақтап алып, тортымыздың бетіне себуімізге болады. Міне, біздің бүгінгі дайындаған медовигіміз дайын болды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналда подписаться батырмасын басып, тіркеліп, және де қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.